Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен асқабақ және де картошка етпенен манты жасайтын боламыз. Осындай жұмсақ, іштері сочный болып шығады. Осы рецепті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де сіздерге мантыны морозилкада полуфабрикат ретінде қалай сақтаймыз, соның бәрін көрсетіп өтемін. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Бізде мөлшерде көрсетілген суымызға тұзымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. 2 штук. Бізде бұл жерде 2 үлкен зуала шығады, сондықтан 2 жұмыртқа саламыз. Жақсылап суды, тұзды, жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз бір келкетіп. Ұнымызды барлығын бірдесінен салмаймыз. 2-3-ке бөліп саламыз. Қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Ұнның барлығын бірдесінен салсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалып, жөнді илей алмай қаласыздар. Сондықтан 2-3-ке бөліп салсаңыздар, қанша салу керек, қанша мөлшерде салу керек, соны барлығын өздеріңіз біліп отырасыздар. Сіздерге полный рецепті описанияға жазып қалдырам, көрсеңіздер болады. Осылай біздер желе қатты емес, қатты жұмсақ та емес, орташа етіп қамыр илеп аламыз. Жұмсақ болса біздің қамырымыз былжырап кетеді. Кішкене орташа қаттылау етіп илеп алыңыздар. Сол кезде біздің қамырымыз әдемі доп-домалақ және де теп-тегіс етіп жайылатын болады. Столымызға алып, енді қолмен жұмыс жасаймыз. Жақсылап біріккенге дейін осындай әдемі теп-тегіс қамыр болғанға дейін суалап илеп аласыздар. Енді ішіндегі начинкасы өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Менде фарш пен картошкамен біреуі, ал біреуі асқабақ, картошка және де фарш. Асқабаққа көп ет, фарш салудың қажеті жоқ. Өзі асқабақ тәтті болады, өзі етсіз де дәмді болады негізі. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сала бересіздер начинкасына. Енді жаңағы илеп алған қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Бір суаласын етпен, бір суаласын жаңағы асқабақпен саламыз начинкасына. Видеода көргендеріңіздей етіп, 10-15 минут алдын ала тындырып қойыңыздар, пакетке салып, бір рет илеп. Сол кезде, жайватқан кезде қиналмайсыздар. Егер илеместен сразу алып жая беретін болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз былжырап кетуі мүмкін. Сондықтан 10-15 минут бір рет қайырып, жаңағы суаламызды, қамырымызды кейін жая берсеңіздер болады. 10-15 минутқа тындыртып қойып. Енді топ-домалақ теп-тегіс етіп жайып аламыз, бірақ барлықтарыңыз білесіздер қамырды қалай жаю керек екен. Сонда да бір рет көрсетіп өттім. Мантыны да шілей жұқа қылуға болмайды, жыртылып қалады деп ойласаңыздар, орташа қалыңдықта етіп жайыңыздар. Пельменге қалай жаясыздар, тура сол сияқты жаю керек. Ханымға біз Гүлханым ханымдарға жұқа етіп жаямыз, жұмсақ болу үшін. Бұл рецеппен шілей үйтіп жұқа жаюға болмайды, орташа қалыңдықта жаясыздар. Сіздерге қалай жаю керек екенін көрсетіп өтем. Қалыңдығını соған қарап жая бересіздер. Бізде үлкен зуала болған 2, соны осылай жайып аласыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қараңыздар, барлық жерін бірдей етіп жайып аламыз. Енді мантымызды кесіп аламыз. Желе майда қылып емес, үлкендей қылып кесе беріңіздер. Енді әркім өзінің қалауына қарай. Кейбір кісілер майда кішілеу етіп жегісі келеді, кейбір кісілер үлкен етіп жегісі келеді. Әркімнің өз қалауынша. Мен осылай үлкендей етіп кесіп алдым. Бәрін бірдей етіп кесіп аласыздар. Шетінде 1-2 артылып қалған немесе сондай қамырлар болады, 3 бұрышты, жарты болып кесіліп қалған, соларды бір-біріне жалғап, манты етіп түйіп берсеңіздер болады, іштен кетпейді. Енді толтыр фарштарымызды салып аламыз. Өте әдемі, іштері сочный болып шығады мантымыз. Және де қамыры осы рецеппен жасасаңыздар жұмсақ болады. Листке де жабыспайды, мантываркаларыңызға өте жұмсақ, әрі тойымды, дәмі де күшті, керемет болып шығады. Осы рецеппен міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бұл жерде бір зуаласыны, жаңағы айтып өткенде асқабақтан бір зуаласыны етпен жасадым. Және де бір зуаласын пісіріп, қалған мантыны морозилкаға қатырып алып қойдым. Кейін бір уақыт болмаған кезде немесе не тамақ істеймін деп ойланып отпастан, сол кезде шығарып пісіре салғанға өте ыңғайлы. Мантымызды алдын ала жаңағы морозилкаға қатырып аламыз. Оны қазір сіздерге айтып өтемін. Барлық мантыларымызды түйіп алдық. Бір зуаласыны үстіне жұмсақ әрі бір-біріне жабысып қалмау үшін сұйық май жағамыз. Әрі қамырларыңызға да ерекше күшті дәм беріп тұрады. Бізде піскен кезінде де өте жұмсақ болып шығады. 40-45 минут пісіріп аласыздар.
міне осындай жұмсақ болып пісіп шықты біздің мантылеріміз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, ауыздарыңызда еритін, іштері, дәмдері өте керемет болып шығады. Дайындап көрулеріңізді кеңес беремін баршаңызға. Қараңыздар қандай жұмсақ әрі әдемі болған. Іштері де барлығы толықтай піскен. Қараңыздар өте жұмсақ, еш жері жыртылмаған, осындай жұмсақ болып шығады. Дайындап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді жаңағы қалған мантыларымызды тақтайларымызға, нан турайтын, картошка турайтын тақтайларыңыз бар емес па, соған астына ұн сеуіп жеріп, мантыларымызды теріп аламыз. Бұл жүменде 4-5 сағаттай қатырып аласыздар морозилкаға. Менде уже қатып дайын болып тұр. Соны қазір сіздерге көрсетем. Қараңыздар, міне осындай толықтай барлық жері қатты болу керек. Сол кезде ғана, егер жұмсақ кезінде бір-біріне салып тастасаңыздар, бір-біріне жабысып қалады. Пакетке немесе контейнерға саламыз. Осылай бізде қатты болуы тиіс. 4-5 сағатта осындай қатты болып шығады. Енді мен пакетке салдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, морозилкаларыңызда орны көп болса, контейнер ыдыстарға салсаңыздар болады. Міне осындай қатқан кезінде пакеттерге салып аламыз. Bir жаққа баратын кезде немесе бір жақтан тірліктермен жүрсеңіздер, үйге келіп сразу мантыларыңызға суды қайнатып жіберіп, сразу пісіріп жеп аласыздар. Алдын ала осындай полуфабрикат ретінде қойып қойсаңыздар, ертең өздеріңіздің алдыларыңыздан шығатын болады. Дайын манты сразу алып пісіре саласыздар, рахаттанып жеп аласыздар. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы ақпарат және де сіздерге рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Зұлқұмар. Баршаңызға рахмет назарларыңызға. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.